Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен алмалы бәліштің рецептімен бөлісуді жөн көрдім. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін шекерімізді қосамыз. Жақсылап көпіргенше араластырамыз. Одан кейін еріген сары майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ас содасын немесе разрыхителді қоссаңыздар болады. Мен 1 шай қасық ас содасын қолдандым. Одан кейін ұнымызды електен өткізіп, қамырымызға саламыз. Қоюлығы шамамен осындай болу керек. Одан кейін алмамызды тураймыз. Мен 4 алма қолданамын. Алмамызды кесіп, ұсақтап қамырымызға саламыз. Жақсылап араласу қажет. Қамырымызға толық алмамызды сүйу керек. Одан кейін форманың астын майлап, қамырымызды салып тегістеймін. Тегістеп 180 градуста пешімізге салып пісіреміз. Осылай үстіне алма қойсаңыздар да болады. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді шығады. Пирогымыз дайын болды. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.